Дорама «Алхимия душ». Шынымды айтайын, бұл дорама туралы айту мүлдем ойымда болмаған. Өйткені бұл дораманы кезінде көрдік. Осыдан 3 жыл бұрын өте рейтингі жоғары, өте танымал болды. 2 сезоны болды. Бірінші сезоны 20 серия, екінші сезоны 10 серия. Қазақша субтитрмен тіпті One Fun тобының ақыл тобында шыққан. Сол уақыттарда 3 жыл бұрын барлығын талқылап, Инстаграмда сондай сәттер болған. Бірақ соңғы кездерде маған комментарийлерге, дайректке осы жайлы көп жазатын болып кетті. Жан алхимиясы туралы айтыңызшы деп. Содан жан алхимиясы деп іздеп көрдім. Дәл осы «Алхимия душ» екен, өзбек тілінде бар екен. Мүмкін қазақша бар ма жоқ па білмедім. Не болса да айтып берейін осы туралы. Бұл жерде бізде бас кейіпкер жігіт, оның үлкен бір ерекше күші бар, ешкімге ұқсамайтын күші бар, иә. Сондықтан да оны көп адам, тіпті көп бір адамдар қорқып та жатады, кейбір адамдар тіпті одан қашып та жатады. Оны қарғысы бар адам деп қабылдайды көбісі. Bir күні ол Мудок есімді қызбен кездесіп қалады. Мудок кезінде өте мықты болған қыз, күші керемет болған қыз, дегенмен де көзі көрмейтін қыздың денесіне кіріп, көзі көріп кетеді. Одан кейін дәл осы жаңағы жігіттің ұстазына айналады. Екеуі жаңағы жігіттің қарғысынан алу керек. Тарихи жанрдағы қызық дорама, бұл фантастика жанрындағы дорама. Егер де сіздерге фантастика, фэнтези жанры, оның үстіне тарихи жанр ұнап жатса, дәл осы дораманы көруге кеңес беремін. Әрине бұл жерде махаббат та бар. Сондықтан да кім көрді, кім көрген жоқ, комментарийге жаза кетіңіздер.